Selam dostlar. Bugün biz pizza yapıyoruz. O için pizzaga testo gerek, mayonez gerek, may gerek, sosun kabasa, sosun sıyır, sosun ketçup. Bizim hazır sırda çiğlik etimiz. Şimdi kabasını keseyim. Kabasını uzun oltup keseyim, жақсы көремін. Sizler çorkumi çiğlik etуге болады, sosun жалпақ болып кесуге болады. Маған жіңішке қылтып кесілгенін жақсы көремін. Міне кесіп болды. Енді тестоны противенге саламыз. Противенге майды қосамыз. Чуть-чуть салу керекпіз. Енді нан саламыз. Mene istedi. Енді mayonez бен кетчуп жасадық. Енді жағамыз. Енді сыр қосамыз. Противеннің несіне шашпай аккуратно жасау керек. Істейміз. Әдемілеп істейміз. Противеннің жанына шығып кетсе, жаман иіс шығады. Сосын күйіп кетеді. Противеннің жанына шығып кетсе, қолмен аласыз да, сосын пиццаның үстіне саласыз. Енді колбаса саламыз. Колбасаны жақсы көрмейтін болсаңдар, алып тастауға болады. Колбасаның орнына огурцы, помидор салуға болады. Қолымыз бос болған соң, бізде пицца жасап, тамақтар жасаймыз. Келесі видеоны жіберіп алмау үшін сіздер бізге подписаться, лайкты қосыңыз. Тағы бір тағамды жасағыңыз келсе, біздің ютубымызға кіріңіз де комментарияға жазыңыз. Пиццамызды 200 градусқа салып, пиццаны дайындаймыз. 5-10 минутқа күтеміз. Кеттік. Үлкен адамдарсыз ыстық пешке пиццаны салуға болмайды біреулеріңіз. Үлкен адамдарды шақырып, көмек сұраңыз. Кішкентайларға болмайды. Бізде осындай пицца шықты. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларымызды жіберіп алмаңыз. Пока!